Шаганы тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге ыдысымызға үй температурасында 4 жұмыртқа, яғни жұмыртқаның көлемі кішкентай болған жағдайда 5 данасын пайдаланасыз. Үстіне 170 грамм қантымызды қосып, көлемі ұлғайғанға дейін, яғни масса ағарып, көпіргенге дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Басқа ыдысымыздағы 190 грамм ұнымызды електің көмегімен аз мөлшерден қоса отыра жартысын қосамыз. Және енді бізге миксердің қажеті керек емес, яғни лопатканың көмегімен астыдан үстіге айландыру арқылы қамыр дайындаймыз. Осы массамыздың үстіне 10 грамм қопсытқышымызды қосып, және қалған ұнымызды қосып, жақсылап араластырып қамыр дайындаймыз. Неке бізде қамырымыз дайын. Енді осы қамырдың үстіне басқа ыдысымызға 4 ас қасық ыстық су, 2 ас қасық бал және жарты шай қасық ас содасын салып, араластырып, яғни балымызды ертіп аламыз. Реакция жүргеннен кейін видеода көрсетілгендей масса сәл көпіруі қажет. Енді осыны дайын қамырымыздың үстіне құямыз. Және үстіне 4 ас қасық сұйық май қосып араластырып, яғни лопаткамен астыдан үстіге аудару арқылы жақсылап араластырып аламыз. Мінекей дайын қамырымызды пешімізді, яғни алдын ала қыздырып аламыз, және диаметрі 22 см болатын формаға, болмаса осындай торт жинайтын кольцоға, астына пергамент, болмаса фольга қағазын төсеу арқылы дәл осылай қамырымызды үстіне құямыз. Және 160 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Піскенін таяқша арқылы тексеріп алуыңызға болады. Піскен бисквитімізді 15 минут ыдысында суытып алған соң, пышақтың көмегімен шешеміз. Шешіп алған бисквитті толықтай жақсылап суытып аламыз, төңкеріп, және теңдей 3 бөлікке пышақтың көмегімен бөлеміз. Яғни бізде теңдей 3 коржик шығуы қажет. Беткі бөліктерінде тегістейміз. Ендігі келесі кезек кремімізде өте салқын 400 грамм сливкиға 300 грамм варенка, яғни сгущенкамызды қосып, крем дайын болғанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Креміміз дәл осындай өзінің формасын ұстайтындай болуы қажет. Енді тортты жинаймыз. Коржигіміздің үстіне 4-5 ас қасықтап кремімізді жаға отыра тортты жинаймыз. Қасықтың болмаса лопатканың көмегі арқылы кремді жайғастырып шығамыз. Және беткі бөлігіне, осы кремнің үстіне 60-70 грамм болатын грек жаңғақтарын блендер көмегі арқылы езіп қоссаңыз да болады. Болмаса видеода дәл қазір көрсетіледі. Видеода көрсетілгендей грек жаңғақтарын қолмен уату арқылы, яғни бөлу арқылы орналастырсаңыз болады.
дәл осылай қолмен бөліп қоссаңыз, дәмі жақсырақ білінеді. Грек жаңғақтарын орналастырдық. Және екінші коржигімізді орналастырамыз. Оның да беткі бөлігінен дәл солай 5 ас қасықтап кремді жайғастырамыз. Және қалған грек жаңғақтарын орналастырамыз. Және ең соңғы үшінші коржигімізді беткі жағына қойып, қалған кремімізді торттың беткі және шеткі бөліктеріне толықтай жағып шығамыз. Кремді толық жағып біткен соң, шашақтарын тегістеп, тоңазытқышқа кемінде 30 минуттай салып аламыз. Және беткі жағын сәндеу үшін бізге 100 грамм грек жаңғағы қажет болады. 100 грамм грек жаңғағын блендердің көмегімен езу арқылы дайындап, сыртын өз қалауыңызша сәндесеңіз болады. Езілген грек жаңғақтарын қолдың көмегімен торттың шеткі жақтарының бәріне толықтай жеткізіп, жабыстырып, яғни сеуіп шығамыз. Енді азғантай бөлігін бет жағына орналастырсаңыз болады. Сәндеу жағы өз қалауыңызда.